Үйдің күйбең тірлігінен шаршаған мен жақын маңдағы саябаққа бет алдым. Көлеңкесі бар жерді іздеп бір орындыққа жайғастым. Айналама қарап, таза ауамен тыныстап отырғаным сол, қасыма бір апай келіп отырды. Екеуміз бұрыннан таныс адам құсап, амандық сұрасып қоямыз. Мен де сәл үнсіздіктен соң, осы маңда тұрасыз ба дедім. Жоқ, қызымның үйіне келіп едім қыдырып, көп қабатты үйде отыра алмай кеттім деді. Сонымен жөн сұрасып екеуміз тіл табыса кеттік. Ананы мынаны айтып отырып, тақырып перзентке келгенде бір күрсініп, менде тек осы жалғыз қызым бар, оған да шүкір деді. Мүмкін тағдырым қиын болмағанда басқа да балаларым өмірге келуші еді. 3 перзенттен айырылдым, қалғаны осы қыз дейді. Менде сұраулы жүзбен бәрін білгім келіп отыр. Соны байқағандай, кел басынан бастап бәрін баяндап берейін, уақытта тез өтсін деді. Мен есімім Назкен, сонау таулы ауылда туып өстім. Өзіміз 9 ағайын дедік, соның 3-шісі мен. Балалық шағым жақсы өтті. Барлығы мектепті бітіргеннен басталды. Жоғарғы оқу орнына түсе алмадым. Ол кезде ақшамен емес, таза біліммен түсуші едік қой. Солай 2 жыл қатарынан барып, оқуға еш түсе алмай, ауылға жұмысқа орналастым. Өзім сары, көзім көк, шашым бұйра-бұйра болып жүруші едім. Қатты әдемілігім болмаса да сүйкімділігім бар еді. Солай жүріп-ақ ауылдың жігіттерін өзіме қаратушы едім. Бірақ ешбіріне деген сезім болмады. Тек өзіммен бірге жұмыс жасайтын Бақдәулет ұнайтын еді. Екеуміз ағалы қарындас секілді сыйласып жүрдік. Кейін сыйластық махаббатқа ұласып, тұрмыс құруға бел болдық. Бұл уақытта менің жасым 25-ке де таяп қалған еді. Анам менің осы жүрісім жанына бататын, тұрмыс құрамын дегенде қатты қуанды. Солай тойға дайындалуды бастап жібердік. Ол кезде барлық керек-жарақты малды сатып, соның ақшасын алушы едік. Бір күні әкем мал базарға кеткен, үйге көңілсіз келді. Үндемей біраз жатып, Назкен деп өзінің қасына шақырып алып, сені Бақдәулетке тұрмысқа бермеймін деді. Не болды дегендей сұраулы жүзбен әкеме қарап отырмын. Бір кезде әкем ол жігіттің масқарасы шығып, мал базарда жерге иленіп жатыр, тойып арақ ішіп алыпты деді. Қазірден шетін болса, ертең сенің өмірің қалай болады, сондықтан оған тұрмысқа шықпайсың. Бұл менің соңғы сөзім деді де сыртқа шығып кетті. Не айтарымды білмей мен абдырап қалдым. Ол кезде біз әкемізден қатты қорқып ойымызды айта алмайтын едік. Солай таңертеңгісін жұмысқа барып, Бақдәулетке ренжіп бәрін айттым. Неге іштің, әкем саған тұрмысқа бермеймін деп отыр. Енді не болады деп. Бақдәулет мені сабырға шақырып бәрін өзі шешетінін айтып, менің әкеме жолығуға кетті. Бірақ неше рет алдына барса да, менің әкем райынан қайтпады. Анама болып жатқан жайт қатты тиді. Алып қашып кете салсын, әкең ештеме істемейді, ашуланып қайта басылады деді. Оған мен әкемнен аттап кете алмадым. Солай барлық қарым-қатынас үзіліп, әрі жұмысымды жалғастыра бердім. Солай махаббаттан бір көңілім қалғанмен 30-ға дейін тағы жүрдім. Кейде ойланам, неге сол кезде анамды тыңдай салмадым екен. Бірақ бәрі кеш. Бақдәулет үйленіп, балалы шағалы болып, ауылдан орталығына қарай көшіп кеткен еді. Бәрінің соңында қалып кеткендей сезімде жүргенде сыныптасым Ақмарал үйге келе қалды. Екеуміз біраз әңгімелесіп, ол мені өз туысымен таныстырмақшы болды. 30-ға келген мен оған қарсылық таныта қоймадым. Танысып көрейін, мүмкін ұнап қалар деймін. Ақмарал да бәрін ойластырып қойғандай кешкісін жігітті ертіп келе қалыпты. Бұлай тез болады деп ойламағанмен ұялсам да шықтым. Машинаның қасына барсам, ұзын бойлы, көзі шүңірейген, бетінде тыртығы бар түрі сұсты бір жігіт тұр екен. Бір көргенін ұната қоймадым, бірақ білдіртпеуге тырысып бақтым. Солай Ержанмен таныстық осылай болды. Үйге кіруге асығып тұрмын, еш көңілім тартпады сөйлесуге. Ақмарал жүріңдерші, балмұздақ жеп қайтайық деп қиылып сұраған соң, амал жоқтан жарайды деп машинаға отырдым. Сол отырғаннан барынша қарсыласқаныма қарамай, тартып отырып бір ауылға алып қашып келді. Машинадан түспей біраз отырмын. Қайдағы бүкіл ел сүйрелеп машинадан шығарып алып, ақ орамалын жауып жатыр. Үйге кетіп қалайын десем, қайтып келген қыз жаман деп, әке шешеме сөз келтірмейін деп, амал жоқтан Ержанның жары атандым. Мейлі, қыз байқұс бәріне көнеді екен ғой, ұнатып кетермін дедім. Солай айыбы жіберіліп,
қуғыншы келіп өтірік қана күліп мен жүрмін. Былай айтқанда сырты бүтін, іші түтін болдым. Бірақ барлық жөн-жоралғы біткен соң келіндік өмір мен ойлағандай болмады. Жолдасым Ержан мені ұнатпайтын болып шықты. Жай Ақмаралдың айтуымен алған екен. Ата-анасына үй қызмет ететін, түнде өзіне қызмет ететін қыз керек екен. Азаннан тұрғаннан анасы екеуі бүкіл тірліктің тізімін беріп қояды. Уақытында орындамалмаса болды, үйде жаңжал болады. Атам марқұм жақсы кісі еді, сол ғана маған араша түсетін еді. Әкесі баласына ұрысушы еді. Мен сияқты малғұнға осы қыздың тап болғанын қараш, өсіп өнген жердің қызын алып отырсың, бағала деп. Әкесін тыңдап жатқан ол жоқ. Ойындағысы болмаса, шашымнан сүйреп, мұрнымды қанатып тұрып соғып тастайтын. Мені адам құрлы көрмейтін. Отырыс болса мені апармайды, менен ұялады екен. Оның армандаған қызы қасы көзі қара, шашы ұзын аққұба келген қыз болып шықты. Мен оның талғамындағы қызға қарама-қайшы екенмін. Солай өмірім бір ағынмен жүре берді. Үйдегілерге ештеңе айтпай бәрі жақсы деп жасырып жүре бердім. Мүмкін уақыт өте түзелер, балалы болсақ бұзықтығын қояр деген үміт болды. Солай жүргенде аяғымның ауыр екенін білдім. Қатты қуандым. Ержанға айтуға асықтым. Кешкісін жұмыстан келгенде қуанышыммен бөліскенімді қайтейін, қуанған түрімді көрмедім. Солай өз-өзімді жұбатып, ертең өмірге келгенде бәрін ұмытады деп оны да ақтап алдым. Солай күнделікті тапсырманы орындап жүре бердім. Арада 4-5 ай уақыт өтті. Қайын әпкем балаларын үйге әкеліп тастады. Ол балаларға қарауда менің міндетім. Біресе балаларға, біресе тамақ, біресе үйдің тірлігі деп жүргенде балалардың сыртқа шығып кеткенін байқамай қалыппын. Сыртқы есіктің ашық екенін көріп, жүрегім дүрсілдеп кетті. Жүгіріп сыртқа шыққаным сол, Ержан алдыма шыға келді. Әй-шәй жоқ, жұдырықпен бір ұрды. Біліп тұрмын не үшін ұрғанын. Ержан байқамай қалдым. Аман-есен екен ғой балалар, тиіспеші маған, балаңды ойлашы деймін. Жоқ, менің сөзімді елеп жатқан ол жоқ. Қайта-қайта ұрып жатыр. Қоймайтынын біліп, ішімді бүркемеледім де, ішімдегі баламды сақтап қалайын деп жата бердім. Әбден бүкіл жерімді теуіп, ұрып ештеме болмағандай ішке кіріп кетті. Шашым қода-қода аяғымды сүйретіп әрең тұрдым. Тұрсам ішім бүріп ауырып тұр. Бірден аяғыма қарасам қан келіпті. Міне солай бірінші баламнан айырылдым. Екінші баламнан да солай Ержанның ұрғанынан айырылып қалдым. Ол кезде үлкен машинамен престеп шөп алып келген. Соны түсіріп қой, мен демалып аламын деп ішке кіріп кеткен. Демалып тұрғанда әлгі шөпті түсіріп жатқанымды көріп, қолынан дым келмейді, әлі жүрсің былжырап деп, тағы таяқтың астына алды. Міне, содан кейін ол үйде қалудың еш мәнін көрмей, барлығын әке-шешеме айтып, Ержаннан бір жолата кеттім. Менің кеткеніме енем мен Ержан қатты қуанды. Тек атам ғана бақытты бол балам, деп өз батасын беріп шығарып салды. Бұл жерде қаншама әңгіме бар, ұзақ болып кетпесін деп айтпай отырмын. Енем қалай қорлық көрсеткені жайлы айтсам да, ол да бір оқиға болар еді. Солай ер азаматтардан әбден көңілім қалғанмен тұрмыс құрмаймын деп үйден шықпай жүрдім. Арада тағы 3 жыл өте шықты. Біреуден біреу естіп дегендей, әйелі қайтқан, әйелінен ажырасқандарды жеңгетайлар айта бастады. Бірақ менің тұрмыс құрғым келмеді. Тыныш өмір сүргім келді. Бәрінің әңгімесі жалғыздық Құдайға ғана жарасқан. Танысып көр, мүмкін сенің бағың осы кісі болар деп әрең көндірді. Не керек, әйелінен ажырасқан бір жігітпен танысуға бардым. Өзі сырт көзге момын, қой аузынан шөп алмайтын жігіт болып көрінді. Осы момындығынан да әйелі кетіп қалған құсайды. Екеуміз таныстық. Есімі Жарас екен. Менен 10 жасқа үлкен болып шықты. Үлкендігіне қарамастан әңгімеміз жарасып кетті. Ол да бақытты ететінін айтып, мені кіріп келгеннен ұнатқанын айтып отырды. Не керек, ұзын сөздің қысқасы, барлығы жабылып жүріп, мені тұрмысқа шығуға көндірді. Солай екінші рет Жарастың жас келіншегі болдым. Басында бәрі дұрыс болды, бірақ анда-санда шетіне бар еді. Ішкен күні мені жолдастарынан қызғанып әр нәрсені бір айтып қол көтеретін. Ондай кезде жылаймын отыра қалып. Сен маған уәде бердің ғой, мен әбден қорлық көрген адаммын, енді шыдай алмаймын деймін. Әйел 40 жанды деген расау, шыдай алмаймын дегені мен сондай тағдырға көндім деген сөзі.
Солай жүргенімде аяғымның ауыр екенін білдім. 2 рет тастап қойғаннан кейін балалы бола аламын ба деген ой жиі мазалайтын, бірақ Аллаға шүкір құрсағыма сәби берді. Жаңалықты жолдасыма айттым, ол да қатты қуанды. Сонымен қатар бүкіл ішінде тұншығып сыртқа шығара алмай жүрген бар өкпе ренішімді де жайып салдым. Менің де бақытты болғым келеді, аман-есен босанғым келеді дедім. Қайтсын, өзінің де жақсы келіп қалған, бәріне мақұлдап отыр. Осы жаңалықтан кейін Жарас мүлдем өзгерді. Менің жағдайымды жасаумен болды. Анда-санда ішетін арағын да қойды. Міне нағыз бақыт. Бақыт деген осы екен ғой деймін, ішімнен өз-өзіме түкіріп. Солай жақсы өмір басталды да кетті. Сөйтіп жүргенімде ішімдегі сәби 8 айлық кезде ерте босанып қойдым. Босана сала баланың денесіне қара дақ шығып, 3 күннен кейін шетінеп кетті. Ол кездегі жағдайым өте ауыр болды. Енді бақытқа жеттім бе дегенімде тағдырдың тағы бір тәлкегіне ұшырадым. Бірақ жолдасымның қолдауымен бұл қиындықтан да өте шықтық. Бір аладан көтеріспедік. Араға 2 жыл салып, осы қызымды босанып алдым дейді. Міне, осы қызым бізге жаңа өмір сыйлады. Біздің алданышымыз, біздің өміріміздің мәні болды дейді. Нәзік апай өзінің өмірін айтқан соң бір жеңілдеп қалғандай сезінді. Алла басымызға бармақтай болса да бақ берсін. Кейде ашуланамыз, жылаймыз, бірақ бұл кісінің басындағы жағдайдың қасында біздікі жай болып қалады екен. Ешкімге бермесін қиын тағдыр. Соңында бақытты болғанына қуандым, шүкір. Ал Қанішер Ержанға келсек, өзінің армандағы қызға үйленіпті дейді. Әкесі өмірден озыпты, анасына артында азаппен кетіпті дейді. Ержанның алған келіншегі адуынды не енесіне қарамай, не үйге қарамайды екен. Шеттей баланы туып берген. Сол баланың бәріне Ержан қарайды екен үйінде отырып. Бірақ толық жағдайын білмейді деді. Әр үйдің өзінің сыры болады. Кім біледі, біз білмейтін не болып жатқанын ол үйде. Тек бір Аллаға ғана аян, бірақ барлық нәрсенің өтеуі бар.